денсаулық. Денсаулық жаны сау дейді халқымыз. Денсаулық барша байлықтан қымбат. Дені сау анадан дені сау бала дүниеге келеді. Дені сау бала егеменді еліміздің бағасыз байлығы, жарқын келешегі болып табылады. Сондықтан басың ауырып, балтырың сыздағанда жаныңа желеу, өзіңе демеу болатын әрине медицина қызметкерлері. Соның ішінде былай қарағанда елеусіздеу көрінетін орта буынды медицина қызметкерлерінің еңбегі болып есептеледі. Себебі кез келген сырқатшаның диагнозын қойып, күтіп, баптап, уколын салып, дәрі-дәрмегін беріп, емдейтін әрине орта буынды медицина қызметкерлері, яғни мейірбикелер. Міне, қаламызда қоныстанған облыстық медициналық колледж осындай орта буынды медицина мамандарын дайындап шығаратын шеберхана іспеттес. Шаттығы шалқыған осы бір оқу орнының шаңырақ көтергеніне биыл 20 жыл толғалы отыр. Осынау кезеңде оқу орнынан қанша маман кадрлар қанат қағып, қоғамның қалыптасуына, адам денсаулығының жақсаруына үлес қосты. Осы оқу орнының бүгінгі тыныс тіршілігі қалай? Міне, колледж директоры Төлебек Тұрарбекұлымен болған әңгімеміз осы орайда өрбіді. Төлебек Тұрарбекұлы, мынау біздің киелі мекен Маңғыстауда жылда той, жылда қуаныш кездесіп жатыр. Өткен жылы 2004 жылы өзен мұнайшыларының 40 жылдық мерекесінің дүбірлеп дүркіреп өткені белгілі. Енді мына осы жаңа 2005 жылы сіздер өзіңіз мына жетекшілік етіп отырған облыстық медициналық колледжі 20 жыл толады екен. Осы 20 жылдық мерекемен өздеріңізді әуелі құттықтап алалық. Осы 20 жылдық ішінде сіздер отанға, мынау егеменді Қазақстанға не бердіңіздер, отан сіздерге не берді? Жақсы сұрақ қойылды. 20 жыл дейтінде, бұлай тарих үшін көп болмағанмен де біздің мына қала үшін 20 жыл бірталай уақыт. Бұл колледж Маңғыстау облыстық медицина колледжі болып 1985 жылы 1 қыркүйекте ашылған болатын. Содан бері осы біздің колледждің қабырғасынан бүгін 2150 орта буынды дәрігерлер дайындап шығарды. Оның бірқатарлары оқу бітіргеннен кейін осы облысымызда әзірде еңбек етіп жатыр. Бірқатарлары жоғарғы оқу орнына түсіп, оны бітіріп келіп, қаламызда қайтадан еңбек етіп жатқандары бар. Кейбір мамандарымыз жоғарғы оқу орнын бітіріп, осында оқытушы болып жұмыс істеп жатыр. Ал енді 20 жылдықты атап өту жөнінде жалпы республикалық дәрежеде 25 жылдыққа аталатын 20 жылдық осы біздің облыстық не болмаса қалалық дәрежеде атап өтсек дейтін ой бар. Оны қалалық әкімшілік біледі. Осы амандық болып, Алла қаласа алдымыздағы қыркүйектің мұнайшылар мерекесі өткесін ондарында мерекелейміз-ау деп жоспарлап отырмыз. Енді қандай дайындықтар бар оған? Қандай шаралар жасап жатсыздар осы уақытта? Оның шаралардың бәрін қалалық әкімшіліктің мәдениет бөлімімен бірігіп жоспарын құрып жатырмыз. Әлі толықтай бекітілген жоқ. Осы облыс көлемін осынан бұрынғы осыны құрған азаматтардың тізімін жасақтау, бұрынғы өткен басшыларды тізімін жасақтау, әртүрлі дәрежеде марапаттау деген сияқты жоспарлар ойда бар. Төкен Ақжелеңді Абзалжан болуды жастайынан армандады. Адам денсаулығын қорғап, алғысын алып, халықтың құрметіне бөлену қандай ғанибет десеңізші. Осы ой, айқын мақсат, асқақ арман 1967 жылы Бейнеу ауданының Тұрыш елді мекенінде орта мектепті бітіріп, кәмелетке толған жас жігітті Аруғала Алматы өзінің ыстық құшағына тартқандай болды. Алматы мемлекеттік медициналық институты фармацевтика факультетінің студенті атанғанда жастайынан аңсаған асқаралы арманның алғашқы баспалдағына адым атқандай сезінді. Аталмыш институтты 1973 жылы табысты аяқтаған Төлебек өзімен бірге оқыған Рухия есімді әдемі қызбен көңіл жарастырды.
Қолдарына жоғары білімді диплом алып, бір баласы екеу болып ауылға оралғандағы ата-ана, тума туысқандардың көлгесір қуанышын әрине дәл қазір айтып жеткізу оңай емес. Одан кейінгі Ресейдің Иркутск қаласында әскер қатарында болғанда да осы өз мамандығы бойынша қызмет атқарды. Бұл төкеңді бұрынғыдан да шыңдай түсті. Сол 1975 жылы әскерден оралудан Жаңаөзен қаласына келіп, орталық дәріхана меңгерушісінің орынбасары болып, алғашқыда негізгі еңбек жолын бастады. Содан 1986-96 жылдары осы жерге меңгеруші болды. Мұнан кейін заман талабына сай кәсіпкерлікпен айналысты. Ал 2001 жылдан бері облыстық медициналық колледжге жетекшілік етіп келеді. Әрине, ұйымдастырушылық қабілеті мен қарапайымдылығы, адамгершілігі мен кішіпейілділігі қатар өрбіген азаматтың ұжымдағы абыройы мен беделі оның мерейін арттыра түскендей. Сондықтан шаттығы шалқыған осы бір шаңырақтың әлі де шалқи беруіне себеп болуды өзінің азаматтық борышы санайды. Жалпы денсаулық барлық байлықтан қымбат. Мысалы, бір отбасыңызда жетіспеушілік болса, ағайын туыс бір-бірінен алысып берісіп отыруға болады. Ал денсаулықты қанша туысқан болса да, бауыр болса да, бір адам денсаулығын екінші адамға бере алмайды. Сондықтан сіздердің мынау білім ордаларыңыз орта буынды медицина қызметкерлерін дайындайды. Бұлар қандай мамандықтар бойынша дайындап жатыр? Қазір бүгінгі таңда қанша студент білім алуда? Бүгінгі таңда біздің колледжде 300-тің үстінде студенттер бар оқып жатқан. Бұлар акушерлік, фельдшер мамандығы бойынша, сосын лабораториялық диагностика дейміз, зертхана, мейірбикесі, сосын ортопедиялық стоматология 5 мамандық бойынша дәріс береміз. Жылына 100 бала қабылдаймыз, мемлекеттік тапсырыс бойынша. Қалғандары болып жатса, жаңағы коммерциялық топ бойынша оқып жатқандар бар, 4 группа. Осы салаларда жұмыс істеп отыр. Денсаулық дейін енді бұл ең күрделі мәселе ғой. Ең бірінші денсаулық керек, өзің айтып отқандай. Қалғандары сосын бола беретін нәрселер ғой. Сондықтан мына біздің аймағымызда экологиясы нашарамақтар жатады. Әйелдердің, балалардың денсаулығының ішінде. Соларға мына дәрігерлерге орта буынды көмекшілер өзінің дәрежесінде дайындап отырсақ, бірігіп сол үлкен жетістік қой деп ойлаймын. Біздің қаланың тұрғындарына осы облыс бойынша біздің түлектер әр жерде өзінің қажетіне қарай сұранысқа ие болса деген сондай бізде мақсат бар. Жалпы сіздерде мына жылына осындай студенттер мамандық алып жатса, олар осы қалаға көптік етпей ме? Облыста сіздер сияқты әлі де басқа орта буынды мамандар дайындайтын бір-екі оқу орны бар. Жалпы мамандарымыз бітіргесін қайда барады? Мамандар көпшілігі осы Маңғыстау облысынан ғой. Біздің Жаңаөзенде оралмандардан, көршілес Өзбекстан, Түркменстан, Қарақастан елдерінен келіп осында оқиды. Мүмкіншіліктері аздау, семьяларға көңіл бөлеміз. Жаңағы 100 баланың ішінде 30% ауылға квота берілген, сол бойынша қабылдаймыз. Қалғандар қазір енді медицинаға осы соңғы 2 жылда көптеген мән беріп жатыр ғой. Ауылдан жабылып қалған анау дәрігерлік пункттердің бәрі қайттан ашып жатыр. Қайттан бәрі жанданып жатыр. Медицинаға көптеген мемлекет дәрежеден қаржылар бөліп жатыр, өздерің білесіздер. Сол бойынша мынау 100 бала жылына әр себептермен сол 100 баланың 80-дей бітіреді. Ол енді көпшілік етпейді деп мен ойлаймын. Облыста 2 жеке колледж бар, частный. Енді олар әрине кез келген жай балдар олар оқи алмайды. Сондықтан да бізге келеді. Сосын біз облыстағы денсаулық беру басқармасына
мамандардың тізімге барады бітіргеннен кейін. Сол бойынша оны әр аудандардың сұранысына қарай сол жаққа бөліп жіберіп отырады. Бұрын осыдан 3-4 жыл бұрын орналасуы кішкене қиындау еді. Қазір соңғы уақыттарда бітіргендердің біз кейін ақпарат алып отырамыз. Көпшілігі орналасып жатыр. Мынау енді қайсы мектепке барсақ та, қайсы білім ордасына барсақ та, мамандардың сауатты, білікті болып шығуы оның оқытушысына және оқулықтарға байланысты. Оқытушыларыңыздың ішінде қаншасы жоғарғы категорияларға ие, олар қандай тәжірибе жинақтаған мамандар, ал мына кітапхана қорыңызда қанша оқулықтар бар қорыңызда, олардың қаншасы қазақ тілінде мемлекеттік тілге көңіл бөлу жалпы колледжімізде қаншалықты дәрежеде? Тіл мәселесі деген соңғы уақытта көп айтып жүрген нәрсе ғой. Бізде енді мына Жаңаөзен қаласы, оның ішінде бүкіл облысқа, республика белгілі, барлығы іс қазақ тілінде жүргізіледі. Біздің колледжде барлығы қазақ тілінде, бір группа ғана оқиды, орыс тілінде, қалғандарының барлығы өзіміздің ана тілімізде. Енді білім беретін жерде әрине бірінші кезекте оқулықтар ғой. Кітаптарды бізде әсіресе мына қазақшаға медициналық кітаптарға өте зәруміз аз. Бір 4-5 түрінен ғана қазақша аударған, қалғандарының бәрі орысша. Сондықтан мына оқушыларымыз сол орысша кітаптарды соны қазақшалайды. Кейбір қазақша аударған терминдер қиындық келтіреді әрине. Осы биыл қазір денсаулық сақтау мынау департаментінен ақпарат алып отырмыз. Бізге сол оқулыққа, ішкі құжаттарға, муляждарға, фантом, бастаттарға 4 миллион теңге қаржы бөлініп отырған. Ол өте қуанарлық жай, соны биыл пайдаланамыз, кітап қорын толықтырамыз деген ойдамыз. Әр оқушыға кітап 40 дана келу керек. Бізде қазір 30-дан болып тұр. Қазір 10-ның үстінде кітапхананың қоры бар. Қалғаны жаңа бөлінген қаржыны пайдалансақ, кітаптың қорын недәуір молайтамыз дейтін үміттеміз. Жаңа ұстаздар туралы да айта кетсеңіз. Ұстаздар дейтін бізде осы ашылғаннан бері 85-тен десек батқан ұстаздар бар көпшілігі. КСР алау денсаулық сақтау ісінің үздігі Қайсағали Барипұлы дейтін оқытушымыз бар. Көптеген мынау грамоталардың иелері жоғарғы дәреже санаттағы Шәкіратова Мейірхан дейтін бар. Қазақстанның 10 жылдық тәуелсіздігінің медалінің иегері, көптен сайын жоғарғы дәрежелі. Шәукер Бағзия жоғарғы дәрежелі. Сатуады Бөкесім жоғарғы дәрежелі. Тайкеші Оманғы дейтін бір жоғарғы дәрежелі. Сосын бірінші санатты 10 шақты оқытушыларымыз бар. Қарағандар 2 сыныптағы жастар да бар. Жыл сайын жоғары дәрежелі оқытушыларымыз қатарын толықтырып келе жатыр. Мынау абай атамыз айтқан ғой, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Осы ұстаздардың өзі қандай қамқорлықтар жасалып жатыр? Олар сапалы білім беру үшін де олардың да бір белгілі дәрежеде қамқорлық керек қой оларға да. Дұрыс айтасыз. Бұл енді соңғы кезде үй салу мәселесі үкімет дәрежесінен азайып кетті ғой енді. Бірақ дей тұрғанмен де мынау осыдан 2 жыл бұрын өзіңіз білесіз, мына 5-ші районда мынау бюджет сұрадағы қаланың мамандарына деп бір үй салынған. Соның ішінен жаңа айтып отқан Қарипалы Қайсағали дейтін біздің оқытушымызға бұрын 2 бөлім еді, соған 3 бөлім үй берді әкімшіліктің жанынан. Қолдау болса, енді көптеген бұл қуанарлық жай. Көпшілігінің көптен тұрады, үйлері бар, жағдайлары бар, семьялары бар, мектепке балдары барады. Басқа қолдан келген жағдайлар болса, жасап жатырмыз. Тап осы бүгінге дейін үйсіз, басқа жағдайсыз ондай оқытушылар жоқ. Барлығының орта қалыпты жағдайлар бар. Мына студенттік өмірді ежелден студенттік алтын дәуірім деп өзіңіз де студент болған кезде білесіз, солай аталатын. Жалпы сіздердегі колледжіңіздегі студенттердің өмірін алтынға балауға бола ма? Қаншалық
атақты жастарға көңіл бөлінген әр мынау қалалық, облыстық, жалпы республикалық мерекелер бар. Алдымызда ұлы мереке жеңістің 60 жылдығы келе жатыр. Бұған дайындық қалай? Жеңістің 60 жылдығын үлкен ұлы бүкіл дүниежүзінің қатарында тойланып жатқан мерекелердің бірі ғой. Бұрынғы біздің кеңес одағы барлық республикалар әрине дайындалып жатыр, қызу. Біз де дайындалып жатырмыз. Біздің студенттеріміз мына қалалық әкімшілікпенен облыстық білім басқармасымен бірігіп жасаған бағдарлама бар. Қызу дайындық үстінде студенттер дейтін өмір қызықшақ қой, барлығына түрлі жарыстарға қатысады. Анау КВН дейді, содан өзіңіз хабарыңыз бар орын алып жатырмыз. Сосын түрлі мынау нашақорлыққа қарсы күрес, СВИДке қарсы күрес, мына қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен рейдтерге шығу, қазіргі мәселеге тәртіп мәселесі ол қала бойынша. Біздің енді шүкір қоянын бір ішкі істерлігінде тізімде тұрған елімізде басқа ондай тәртіп бұзған студенттер жоқ. Барлығы да тәртіптері жақсы. Әрді жаңағы осы колледж қабырғасындағы мәдени шараларға, спорттың түрлі жарыстары болады, облыстық білім басқармасы ұйымдастырған, соған қатысып қайтады, орын алып жатады, бұлай марапатталып жатады. Сосын тағы іштегі түрлі үйірмелер бар. Сосын осы студенттер болсын деп мынау әкімшілік алып беріп жатты, мынау музыкальный аппарат бар. Сонда үйірмелеріміз бар, соған қатысады, өлең айтады, ән салады. Күй тартатындар бар ішінде. Болғасын жерде біздің қазақ ішінде бәрі талағы бар. Дәрігерлердің ішінде өнерлері бар. Мынау жалпы сіздерде жаңа айтып отырсыз, мамандықтар бойынша дайындалған бөлімдерде. Осы студенттерді оқытуда соларды оқытатын, соларға сабақ беретін тәжірибелі мамандарымыз жеткілікті ме, әлде бұл жағынан да проблема етектен тартылай ма? Жалпы жеткілікті барлығы ойдағыны болмайды ғой, бірақ бар да енді оқытушы жағынан кішкене жетіспейтіндіктер бар. Оған енді облыстық білім басқармасына, облыстық денсаулық сақтау басқармасына алдына да жаңағыдай сұрау беріп қоямыз. Мысалы біздің осы күні бүгінгі бір акушер керек, бір хирург керек, мысалы бір терапевт керек, тағы да физиотера мамандар деген сияқты жетіспейтіндер бар. Ол жөнінде проблемасы болмайды ғой. Бірақ жалпы оқытушыларымыздың барлығының бары сапасы жақсы деп ойлаймын. Егер біз ара секірмен жазатын болсақ, белгілі пунктті немесе басқа да тарауларды ара секірмен белгілейтін болсақ, біз күнделікті қолданатын сандарымызбен, онда міндетті түрде жаңағы жазған санымыздан кейін дефис қойылады, сызықша қойылады. Ал егер де оны біз реттік сан есім ретінде қарастыратын болсақ, яғни ыншы, шыншы жұрнақтарын қосатын болсақ, онда ана жерге міндетті түрде дефис қойылады. Бірінші, екінші, үшінші
бар деймін. Басың ауырмай ма? Алған теориялық білімін практикамен ұштастыру қалай жүргізіліп жатыр? Мына қаладағы өзімізде емхана, мына ауруханалар бар, осылармен байланыстарыңыз қалай? Ал оларда кейбір дәрігерлер сіздерге келіп сабақ оқытып, мына студенттерге тәлім беруге ықыласы жоқ па? Өте дұрыс. Бұл енді ол барлығы бірдей біздің оқытушылар береді дейтін сөз емес. Бұлар мынадан теория білімін алғаннан кейін практикалық сабақтың барлығын осы біздің аурухана, емханалар өтеді қаладағы. Соны барғаннан кейін үйрететін, жерге қосымша сабақ беретіндерді сол жерде жүрген дәрігерлер сабақ береді соларға. Өзімізде дәрігер оқытушылар барып береді, жаңа практикалық сабақтарды сол біздің ауруханадағы поликлиникада дәрігерлер береді. Мынау денсаулықтың кепілі спорт деп жатамыз. Жалпы сіздерде осы спорт жағы, спорт зал жағы қалай жағдайы? Мынау жатақханамызда да қазір 30 орындықты дейді. Оның жатқандардың жағдайы қалай? Жалпы қамқорлық жасалған ба осыларға? Жатақхана 30 орындықты жатақхана бар, бірақ енді ішіндегі мына жататын кереует, анау холодильник сияқты мебельдер осыдан бұрын әкімшіліктің қаражатымен алынған. Енді мынау ана ішіндегі анау мягкий инвентарь жастық, жұмсақ орындар, соларға ол ақша сұраудамыз. Мына облыстық денсаулық сақтау басқармасына өтуіне байланысты өткенде барып сөйлескенбіз, қаражат береміз деп жатыр, енді соны жаңалауымыз керек. Ал енді спортзал жағы бұны біздің енді қалалық әкімшілікте бәрі де біледі. Бұл мәселеге өткенде осы спортзал дейтін спортқа көптеп көңіл бөлініп жатыр ғой енді. Жаңада айттым ғой, мынау денсаулық сақтау департаментіне жаңа басшы келген болып қабылдауында осы өтінішті айттық. Мына біздің Қызылсайдағыдай болса болады деп соған 60 миллиондай керек екен теңге. Биылға да болмайды да келесі жылға бірақ көмектесіп салып береміз деген уәде беріп жатыр. Спортсыз болмайды, спортсыз керек әрине. Иә, Маңқошшыдан бір басшы дегендей, Төлебек Тұрарбекұлы жетекшілік еткен облыстық медициналық колледждің ұстаздар ұжымы да, студенттер қауымы да бүгінгі тыныс-тіршілігіне дән риза. Баршасы да білім ордасының мерейлі мерекесін зор қуанышпен қарсы алып, көңілді өткізуді мақсат еткен. Мен Райса Биданова, осы медколледжде 2-ші курс студентімін. Осы келе жатқан 20 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Ұстаздарға денсаулық тілеймін, жұмыстар жемісті болсын. Медициналық колледжімізге биыл 2005 жыл 20 жыл толғалы отыр. Осы 20 жыл толғалы себебіне мен мұғалімдерді өзімнің құрбы-құрдастарымды құттықтау өткім келеді.
оларға зор денсаулық, мол бақыт, еңбектері жемісті, жұмыстар табысты болсын деп тілеймін. Осы Маңғыстау облыстық медицина колледжінің ұжымдарына тілерім мынау келе жатқан 20 жылдық мерекемізді жақсылап қарсылап, жұмыста табысты, семьяда бақытты, денсаулықтары мықты болсын деп тілегім келеді. Барлығымыз ұйымшылдықпен, біршілікпен жұмыс жасап, елімізге біршілік, халқымызға тіршілік тілеймін. Кездесіп жататын проблемалар мен жетіскендіктерді бір ғана шағын хабарымызда түгел қамту әрине мүмкін емес. Сондықтан бізде сөзіміздің соңында ұстаздар ұжымына ұлағаттылық тілеумен қатар қарлығаштарымыздың қанаты қатайып, халқымыздың денсаулығын қорғау жолындағы игілікті істеріне табыстар тілейміз. Келешекте көңілдеріңізді кір шалмай, арыңдай таза ақ желеңге дақ тигізбеуге тырысыңыздар деген үкілі үмітімізді ақтағайсыздар.